12 күндік соғыс аяқталды. Трамп Израиль мен Иран соғысты тоқтататын бітімге келгенін мәлімдеді. Айта кетсек, 23 маусымға қараған түні Иран ақштың Қатардағы әскери базасына шабуылдаған. Одан ақш билігі ешкім зардап шекпегенін мәлімдеді. Артынша ақш пен Израиль ұшақтары әуеге көтеріліп Тегеранға соққы жасай бастаған. Алайда керісінше күтпеген жерден Трамп ел жұртты соғыстың тоқтауымен құттықтай бастады. Баршаңызды құттықтаймын. Израиль мен Иран толық және абсолют атысты тоқтату туралы келісімге келді. 12 сағатқа бітім жарияланады. Содан кейін бұл соғыс аяқталған болып саналады, деп жазды ақш президенті Truth Social желісіндегі парақшасында. Оның айтуынша, дүние жүзі 24 сағаттан кейін 12 күнге созылған соғыстың тоқтауын құптайтын болады. Трамп қос тарапты шыдамдылығы, батылдығы мен ақылы жеткілікті болып, 12 күндік соғысты аяқтай алған үшін құттықтады. Кейінірек ол бітім режимінің күшіне енгенін хабарлады. Иранның сыртқы істер министрлігі Израильге қарсы әскери әрекеттерді тоқтататынын мәлімдеді. Бітімге дейін Иран Израильге 10-нан астам зымыран атқан. Беэр-Шева қаласындағы соққы салдарынан кем дегенде 4 адам қаза тауып, 22 адам жараланған. Израиль қорғаныс армиясы Иранның батысындағы зымыран қондырғыларына соққы жасағанын хабарлады. Алайда мұнда да Трамп райынан қайтпады. Бітім күшіне енді, өтінемін, оны бұзбаңыздар, деп жазды ол. Артынша Израиль үкіметі өз мақсаттарына толыққанды жеткенін хабарлап, Трамп ұсынған бейбітшілік туралы келісімге келісіп отырғанын мәлімдеді. Осылайша бүгінде келісім жасалғанымен көп сұрақ жауапсыз қалып отыр. Иран мен Израиль нақты қандай шарттарға келіскені белгісіз. Тіпті Тегеран байытылған уранның орналасқан жері туралы мәлімет берді ме, ол жағы да айтылмаған. Жаңа мәліметтерді біздің арнамыздан біле жүріңіз, лайк басуды ұмытпаңыз.